Біз үшін сары түс жылы, шуақты, қуанышты түстердің бірі. Ал Қытайда ше, онда бәрі басқаша. Неге дейсіз бе? Себебі бұл түстің тарихы мен мағынасы өте терең. Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Неге Қытайлар үйлерін сары түске боямайды? Осы сұрақтың жауабын білгіңіз келсе, видеоны соңына шейін қараңыздар. Ежелгі Қытайда сары түс тек императорларға арналған болатын. Ол билік пен аспанның нышаны, тек хан сарайлары мен киімдерге қолданылған. Сондықтан қарапайым халыққа сары түсті пайдалану тыйым салынған еді. Император түсін өз үйіне қолдану менмендік пен құрметсіздік деп есептелген. Уақыт өте келе бұл дәстүр халықтың санасында қалып қойды. Қазір тыйым ресми түрде жоқ болса да, көп қытайлар сары түсті үй салудан жаман белгі деп қашады. Олар әлі күнге дейін бұл түске сақтықпен қарайды. Өйткені сары түс патшаның түсі, ал халық патшамен тең болмауы керек деген түсінік әлі бар. Міне сондықтан Қытайда үйлерін сары түске боямайды. Бұл жай ғана түс емес, 1000 жылдық тарихы бар рәміз. Саған осындай қызықты мәдени фактілер ұнайды ма? Онда арнаға жазыл келесі видео үнділер неге ақ түсті киімді жерлеуге киеді деген тақырыпта видео шығатын болады. Видео ұнаса және лайк басуды ұмытпа, пікіріңді қалдыра кет.